Ертеңнен бастап шетелден кіргізілетін ескі көлікке қосымша салық салынады. Бұл туралы бүгін еліміздің энергетика министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша қаражат тозығы жеткен автомобильді утилизациялау үшін қосылып отыр. Салық 200 мыңнан бастап 2 миллионға дейін жетеді. Ел ішінде көлік сатып алатындарға бұл ереженің қатысы жоқ. Олар үшін көлік шығаратын кәсіпорынның өзі төлейді. Айта кететіні, аталған заң осы жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген. Ал оған тиісті қаулы ертең күшіне енеді. Соған қарамастан ведомство өкілдері әзірге бұл өзгерістің қалай іске асатынын журналистерге ашып айтып бере алмады. Инфраструктура утилизации для автотранспортных средств как раз будет. Әзірге инфрақұрылым жоқ. Көне көліктерді жоятын инфрақұрылым енді ғана құрылады. Ол үшін арнайы оператор бар. Келесі аптада үлкен баспасөз конференциясын өткіземіз деп ойлаймын. Оған еліміздің инвестициялық даму министрлігі, ескі көлікті қабылдаумен айналысатын мекеме мен автобизнесті дамыту қауымдастығы қатысады. Міне сол жерде біз қаулы жайлы толық ақпарат береміз.